Орал қаласында қосымша құтқару жасағы құрылып жатыр. Бұл жасақ Ақтөбе облысындағы 20982 әскери бөліміне қарайды. Құтқару жасағын төтенше жағдайлар министрлігі тікелей өздері қадағалап отырады. Бұлардың мақсаты Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментімен бірлесе отырып, төтенше жағдайлардың алдын алу мен салдарын жою жұмыстарына араласу. Алдымен ең бірінші мақсатымыз адамдарға көмек беру, төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою. Географиялық және стратегиялық жағдайда батыс өңірі маңызды рөл атқарғанына байланысты осы Орал қаласына орналастыру шешімі қабылданды. Кез келген адамды қосымша құтқару жасағы неге қажет болды деген сұрақ мазалары сөзсіз. Айта кетейік, бұл құтқару жасағы негізінен дала өрттері мен орман өрттерінің алдын алу мақсатында жұмыс жасайды. Қазір мекеме әлі жасақталып жатыр. Уақыттың көп бөлігі жас құтқарушыларды оқытуға, үйретуге жұмсалуда. Су тасқыны, орман, дала өрттеріне шығамыз. Одан да бөлек профилактикалық жұмыстарды да өткіземіз. Қазіргі суға шомылу кезеңі өтуіне байланысты біздер енді жаңадан құрылсақ та жеке құрамымыз суға шомылу жерлерге барып, ақпараттандыру жұмыстарын өткізіп, қауіпсіздік ережелерін сақтауға бағытталған жұмыстарды атқарып жатырмыз. Құтқару жасағы толығымен жасақталып болған соң өз міндеттерін орындауға кіріседі. Қазір мекеме жұмыс істегісі келетін әскери мамандарды қабылдауда. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.